Барлығына сәлем достар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз there is and there are. Бұл тіркестер қай жерде қалай қолданылатындығын бүгінгі сабағымызда түсіндіріп өтетін боламыз. Сабақты көрмес бұрын біздің Instagram парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Біз ол жақта сөздікпен қатар антоним сөздерді үйретеміз. Сонымен there is and there are дегеніміз бұл бір нәрсенің бар екендігін білдіретін сөздер жиынтығы, бір заттың бар екендігін. Мысалы, үстелдің үстінде алма бар дейтін болсақ, сол заттың бар екендігін біз осы тіркес арқылы айқындаймыз. Бұл тіркестер жекеше және көпше түрде қолданылады, және де міндетті түрде бұл сөздер сөйлемнің басында келеді. There is тіркесін біз жекеше түрдегі сөздерге қолданамыз. Мысал келтіретін болсақ, there is a supermarket near my house. Менің үйімнің жанында супермаркет бар, яғни бір заттың бар екендігін білдіріп тұр. There is a beautiful car in the corner. Бұрышта әдемі көлік тұр. Көбінде біз осы тіркестерді сөйлемнің басында қолданамыз дедік, яғни бір заттың бар екендігін айту үшін бірінші оны there is, яғни бар деп айтып, ары қарай біз не бар екендігін айтып жеткізе береміз. There is a beautiful sunrise in Santa Monica Beach. Күн шығыс, күннің шығуы. Санта-Моника жағажайында өте әдемі көрініп тұр. Келесі there are тіркесі көпше түрде қолданамыз. There are lots of computers in your lab. Сенің лабораторияңда көптеген компьютерлер бар. Көпше түрде көптеген компьютерлер бар. Келесі болымсыз түрде айтатын болсақ, біз а-ға нотты жалғаймыз. There aren't so many books in my room. Менің бөлмемде онша көп кітап жоқ. There are қысқартылған түрде осылай жазылады. There are plenty of useful websites on my phone. Менің телефонымда көптеген пайдалы веб-сайттар бар. Жалпылама there is, there are сөз тіркестерінің мағынасы осындай. Сіз эссе немесе шығарма жазатын кезде өзіңізде бар затты айту үшін осы сөз тіркестерін қолдана отырып жаза аласыз. Сабағымыз пайдалы болды деген ойдамын. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Келесі сабаққа дейін көріскенше.